Assalamu алейкум. Бүгін сіздерге ас үйге арналған алжапқыштың тігілу жолын көрсететін боламын. Сіздерге түсінікті болсын деп, осылай қағазға сызып көрсетемін. Дәл осындай өлшемдермен лекала сызып аламыз. Бұл жерде матамызды екіге бүктеген кездегі жартылай өлшемі. Алжапқыш 3 бөліктен тұрады. 2 белбеуі және мойынға асатын лентасы болады. Бізге дақ матасы 1 метр, қайшымыз өткір және осындай касая бейка қажет болады тігу барысында. Алдыда көрсетіп кеткен өлшемдермен лекаламды сызып алдым. Енді матамды екіге бүктеп, осы бүктелген жағы мына жері. Енді лекаламды қойып, инелермен түйрелеп аламыз. Содан кейін айналдыра отыра осы керек жерлерін қайшымен қиямыз. Қиып алғаннан кейін, міне фартугымыз осындай болады. Енді айналасын өңдеу керекпіз. Ол үшін 2 бауын және мойынға асатын лентасын алдын ала қиып дайындап аламыз. Фартугымызды әзірше алып қоя тұрамыз бір шетке. Енді осындай кусок матаны алып, ұзындығы 60, енін 8 см болатындай етіп 3 бөлшек қиып аламыз. Осы 3 бөлшегімізді екіге бүктеп, жан жағынан 1 см аралықта тігіп аламыз. Бір бетін тікпей қалдырып кетеміз. Сол бетінен оң жаққа қарай айналдырып аламыз. Осы 3 бөлшектің тігісін бір жанына қарай жатқызып, жақсылап үтіктеп аламыз. Енді осы қолтық айналасын әдемілеп тігу үшін бізге касая бейка керек болады. Осы жеріне жақсылап орналастырып аламыз да, міндетті түрде инемен түйрелеп аламыз. Осы шетінен бастап түзеу тігіспен тігіп шығамыз. Міндетті түрде инелеріңізді алып тастауды ұмытпаңыз, себебі машинкаңыздың инесін сындырып кетуі мүмкін. Тігіп болғаннан кейін артық касая бейкамыздың артық жерін қиып тастаймыз. Осы жерінен тігістеріне жеткізбей, қайшымен осындай бірнеше тіліктер жасап аламыз. Сол кезде біздің қолтық тігістері жиырылмай, мыжырылмай әдемі тұратын болады. Ендігі кезекте касая бейкамызды осылай ішке қарай бүктеп, шетінен түзеу тігіспен бастырып тігіп аламыз. Міндетті түрде барлық жерінен инемен түйрелеп алыңыздар, себебі тігу барысында оңай қиындық туғызбай тігілетін болады. Касая бейканың жанынан түзеу тігіспен тігіп аламыз. Мінекей, бір жағын тігіп алдық, осындай болып шығады, өте әдемі. Енді екінші жағын да тура солай тігіп алатын боламыз. Осылай екі жағын да тігіп алдық. Енді міндетті түрде үтікпен бастырамыз. Ендігі кезекте мойнына лентасын салу керекпіз. Ол үшін осылай ішке қарай екіге бүктеп, осы жеріне лентасын қосып тігіп аламыз. Алдымен 1-2 см аралықта белгі салып алып, сол жерге лентамызды просто түзеу тігіспен қосып тігіп аламыз. Екі жағында ұстатып бір тігіп алдық. Енді ішке қарай екіге бүктеп, осы аралықты да түзеу тігіспен тігіп аламыз. Осы жерде абай болыңыз, кішкене матамыз қалың болады, инеңізді сындырып алмаңыз. Енді осы аралықты, осы жерін фартугымызға қосып, тағы бір түзеу тігіспен тігіп аламыз. Екі жағында фартуққа қосып тігіп аламыз.
Мінекей мойнындағы лентамыз тігілді. Енді екі жағына байланатын бауын тігу қажетпіз. Ол үшін осылай теріс бетіне орналастырып бауды ішіне қарай екіге бүктейміз да түзеу етіп айналдыра отырып ішіне қарай қайырып барлық жағынан тігіп аламыз. Екінші жағына келген кезде белбеуіміздің екіншісін орналастыруды ұмытпаңыз. Осылай бірге қосып тігіп кетеміз. Екі белбеуіміз тігілді. Артық жіптерін қиып, барлығын тазалаймыз. Енді осы жерді ішке қарай қайырып, бір тігіс жүргіземіз. Біздің екі белбеуімізді тігілді, айналасының бәрі әдемі болып шықты. Мінекей, ендігі кезекте ортасына или бір жанына қарай өзіңіздің қалауыңызбен қалтасын тігетін боламыз. Ол үшін ұзындығы 28, ені 22 етіп, осындай кусок матаны қиып аламыз да, айналасынан екіге бүктеп, осылай барлық шетін осылай етіп, өзін тігіп аламыз матаның. Алдын ала қалтамыздың тұратын орнын белгілеп сызып аламыз. Содан кейін айналасын тігіп алғаннан кейін осы орынға қалтамызды орналастырамыз және инемен түйрелейміз. Айналасынан жоғарғы жағын тікпейміз, қалған үш жанын түзеу тігіспен айналдырып тігіп аламыз. Осымен біздің фартугымыз дайын, өте оңай және тез тігіледі. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достарыңызға, таныстарыңызға бөлісіп отырсаңыздар болады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде менің видеоларым сізге бірінші болып көрінетін болады.